Баршаңызға қайырлы күн, құрметті көрермендер. Бүгін сіздермен осындай өте дәмді болып шығатын әрбір ағзаға пайдасы мол болып келетін витаминге толы осындай греческий салатын дайындайтын боламыз. Ең алдымен керекті заттарымыздың барлығын жуып, тазалап дайындап алатын боламыз. Бұл жерде мен үлкен ықсанақтарды қосып жатырмын. Қалауларыңыз бойынша черри қоссаңыздар да болады. Салат жапырақтарының осындай бас жағындағы қатты жерлерін алып тастайтын боламыз. Және осылай ұзынша етіп, видеода көрсетілгендей турай берсеңіздер болады. Міне қиярымыздың да екі жағын керек емес жандарын алып тастайтын боламыз. Және осылай видеода көрсетілгендей етіп турасаңыздар болады, немесе қалауларыңыз бойынша ұзынша етіп турасаңыздар да болады. Қызанақтарымыздың да осындай керек емес бөлігін алып тастаймыз, және де осылай тура видеода көрсетілгендей етіп бөліктерге бөліп шығатын боламыз. Болгар бұрыштарын да осылай видеода көрсетілгендей үш бұрышты етіп турасаңыздар болады, немесе қалауларыңыз бойынша ұзынша салымқа етіп турасаңыздар болады. Бір лимонды екі бөлікке бөлетін боламыз, және де екінші бөлігін осылай жіңішке етіп тураймыз. Дәндерін алып тастайтын боламыз, және де осылай 4 бөлікке бөліп салатымызға қосып жіберетін боламыз. Бұл жерде пиязымызды да осылай кольцо етіп турайтын боламыз.
Тақсамызды да осылай төрт бұрышты етіп турайтын боламыз. Оливковое маслодан 4 ас қасық қосамыз. Және де қара бұрышпенен тұз қосатын боламыз. Және осы бір лимонның суын осылай сығып салатын боламыз. Яғни бір асықта лимон шырыны қосылатын болады. Жақсылап араластырамыз. Үлкендеу ыдысымызға салып, жақсылап араластырамыз. Тақсалар бұл жерде туралған кезде осылай бір-біріне жабысып қалады. Сол себепті осылай қолымызбен ажыратып жібереміз. Құрметті көрермендер, міне біздің өте пайдалы әрі дәмді ерекше греческий салатымыз дайын. Сіздер де осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Баршаңызға ас болсын. Құрметті көрермендер, видеоны соңына дейін көргендеріңізге үлкен рахмет. Міндетті түрде видео ұнаса лайк басып, тіркеліп, комментарий қалдырып, және де келесі менің осындай әдемі пайдалы видеоларымды жоғалтпамас үшін міндетті түрде қоңырауша белгісін басып кетіңіздер. Баршаңыздан қолдау күтетін боламын. Қазақша осындай каналдардың дамуына өз үлестеріңізді қоса кетіңіздер. Баршаңызға үлкен алғыс.